Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін математика сабағынан 34-ші сабақ өзіңді тексер тақырыбын өтеміз. Бірінші тапсырма. Шамалардың жылдамдық, уақыт, арақашықтық, өзара байланысының формуласын білемін және түсінемін. Енді бізге жазу керек шамаларды табу формуласын. Мінекей бірінші тапсырма S арақашықтықты табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Келесі V тең S бөлінген T жылдамдықты табу үшін арақашықтықты бөлеміз уақытқа. T уақытты табу үшін арақашықтықты бөлеміз жылдамдыққа. Келесі тапсырма. Формуланы қолданып қозғалысқа берілген есептерді шығара аламын. Есептің шешуін жаз. Екінші тапсырма. V жылдамдық 548 км бөлінген сағат. T уақыт 4 сағатқа тең. S-ті табу қажет. Ол үшін 548-ді 4-ке көбейтеміз, сонда 2192. Есептің жауабы 2192 арақашықтықты ұшып өтеді. Келесі үшінші тапсырмаға көшейік. Сызбаға талдау жасап, қозғалысқа берілген есептерді шығара аламын. Сызбаға сәйкес келетін өрнекті тап. Велосипедшінің жылдамдығы 24 км бөлінген сағатқа тең. Ол 4 сағат жүрді осы жылдамдықпен. Оның арақашықтығы қандай, яғни қанша километр жүрген. Енді түсінікті болу үшін дәптерге жазып алайық. 24 км бөлінген сағат T, S-ті табу қажет. S деген V көбейтілген T, яғни 24-ті 4-ке көбейтеміз. Сонда есептің жауабы 96 км. Демек, мұнда біз жазамыз, міне, сәйкес келетін өрнек 24 көбейтілген 4. Есебіміз шықты. Келесі тапсырма. Кесте бойынша қозғалысқа берілген есептерді құрастыра аламын. Мұнда V берілген, T берілген, S-ті табу қажет. Енді S-ті табу үшін V-ны T-ға көбейтеміз, сонда 58 көбейтілген 6 тең 348. Есептің жауабы 348 километрге тең. Енді екінші тапсырмасында бізде кері есеп құрастыр делінген. Кері есепте бізде уақытты 6 сағат деп белгілеп аламыз, арақашықтықты 348 км және жылдамдықты табамыз деп анықтайық. Енді жылдамдықты табу үшін арақашықтықты бөлеміз уақытқа. Сонда есептің жауабы 58 км бөлінген сағат. Есебіміз шықты. Келесі тапсырмаға көшейік. Соңғы 5-ші тапсырма. Жиындар қиылысуын диаграммада бейнелеудің дұрыстығын тексере аламын. Мұнда Эйлер диаграммасы берілген. Бірінші мына сарыда бізде қыздардың есімдері, екінші қызылда ұлдардың есімдері жазылған. Енді қыздардың есімі Әлия, Інжу, сондай-ақ Жеңіс, Бақыт, Ардақ деген қыздардың да есімі бар. Ұлдардың есіміне келсек, Серік, Болат және Жеңіс, Бақыт, Ардақ деген ұлдардың да есімі кездеседі. Екі бізде қыздар мен ұлдарға да тиесілі есімдердің қатарына жатады. Сонда мына ортаңғы Жеңіс, Бақыт және Ардақ есімдер екен. Балалар, барлық есепті талдап шығардық. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Сау болыңдар.